Қайырлы күн, эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бұл бағдарламада елді әбден шаршатқан коронавирус жайлы айтылмайды деп уәде берген болатынбыз. Бүгінгі онлайн қонағымыз айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақов. Қайырлы күн, Жандарбек, қалыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Жақсы, Аллаға шүкір. Үйде ішіңіз пысқан жоқ па? Іште пыстыратындай да сәттер бар, пыстырмайтын сәттер де бар. Енді қазір мен Талдықорғандамын. Әке-шешемнің қасында, бала-шағаммен осындамыз. Енді қазір біз көп балалы ата-ананың қатарына келіп қалдық қой, Құдайға шүкір. Сондықтан ішіміз пысатындай мүмкіндіктер болып жатқан жоқ. Енді қазір Талдықорғанда өзі аядай ғана қаламыз. Бізде карантин жоқ кезде де көшеде адамдардың сапырылысып жүретіні шамалы еді. Бірақ қазір одан бетер тыныштық болып қалды қалада. Кеше ғана көшеде біраз сапырылыстар болды. Ол өздеріңіз білетін жаңағы банктердегі халықтың кезекте тұруына байланысты өзім көзіммен көріп қалған оқиғаны айтайын. Көзіммен көріп қалдым. Сондай кішкене сапырылыстар болып қалды. Әйтпесе қала тыныш. Жақсы, енді өзіңіз Жандарбек 42.500-ге өтініш бердіңіз бе? Өтініш берген жоқпын. Енді бұл бір ол ақша маған қажет емес деген дүниеден туған пікір емес. Бізде ең бірінші осы 21.000 теңге көп балалы аналарға табысталып жатқан кезде, алғашында шыққан кезде өте ұятты жағдайлар болды ғой елдің ішіне. Оны өздеріңіз де ақпараттан жеткізіп отырдыңыздар. Қаншама кәсібі бар азаматтар ұялмай соған тапсырыс берген. Тіпті бірнеше жекеменшік дүкендері бар азаматтарда байқалды. Я болмаса 21.000 теңгені алу үшін ақаж бөліміне барып, ресми түрде ажырасып, бір бөлмеде ерлі-зайыптылардың тұрып жатқанын да көрдік. Бұл енді шын мәнінде бір адамның төмен деңгейдегі әбден адамгершіліктен кетіп қалғанын көрсетеді. Бірақ мен ойбай бұл ақша маған керек емес, мен бір асып тасып жатқан адаммын дегенді білдірмейді. Қазір ең алдымен бізге шынайы мұқтаж адамдарды іріктеп алып, соларға жеткізіп бергеніміз абзал сияқты. Біз өзімізде қазір елдің ішінде игі бастамалар жүріп жатыр ғой, біз біргеміз деген. Мұқтаж отбасыларға барып азық-түлік апарып беру, қайта біз мемлекеттің беріп жатқан ақшасына біздің жүгіргенімізден гөрі біз ала алмай жатқан адамдарымызды, таныстарымыз болса да, банкте бір адамдар болса да, солардың аузын біріктіріп, қайта солардың мәселесін шешуге бір атсалысқанымыз біздің азаматтық борышымыз сияқты. Өйткені біз бүгін ертең, Құдай сақтасын, бүгін ертең аштан өлейін деп жатқан адам емеспіз. Бірақ бүгін ертең не жеймін деп уайымдап отқан отбасылар бар елдің ішінде. Біз елді аралап жүргеннен кейін оны көзбен көп көреміз. Екіншіден, қазір енді аты жаман ауру қоғамда бүкіл әлемді дүрліктіріп тұр ғой. Осы ауру біздің басымызды бәйгеге тігіп, өмірімізге қауіп төндіріп тұрса да, адамдардың 42.500 теңге үшін банктың алдына түгелде жиналып алуының өзі бұл елдегі шынайы біздің ахуалымызды білдіреді да, тұрмыстық ахуалымызды білдіреді біздің. Өлсек өліп қалайық, вирус келсе келсін, бала-шағама мен нан апарып беру керекпін деген адамдардың бұл шынайы көрінісі. Енді мен қазір бұл жерде тұрған, кезекте тұрған адамдардың барлығына сіздер сабыр сақтаңыздар, барлығы жетеді деп айтуым оңай, бірақ олар мені түсіне қоймайды. Сен өзің жағдайың жақсы, қарның тоқ, көйлегің көк болғаннан кейін айта бересің деуі мүмкін. Бірақ еңбек министрі жақсы түсіндірді. Бізде қазір адамдардың барлығы ақша алу үшін емес, есеп-шот ашу үшін кезекте тұрып жатыр ғой. Өйткені бізде неге ресми қызметте адамдар өте аз. Таксиге отырсақ та жаңа әйелінің Каспий голдын беріп жатады ғой бізге. Әйеліме лақтырып жібер, өзінде жоқ деп. Ол адамда есеп-шот жоқ. Адамдардың барлығы есеп-шот ашамыз деп банктың алдына жинала бастады. Осыны еңбек министрі жақсы айтты. Сіздер өтініш білдірген кезде банктегі шотыңыз болмаса да өтініш жаза беріңіз 42.500 теңгеге. Бір ай күтеміз деді ғой. Бір ай күтеміз деді. Адамдардың барлығы ақпаратты толық жетпегеннен кейін қазір 42.500 теңгені бәрі алып қояды, бізге тимей қалады деп сапырылса, өз-өздеріне қиын жағдай туғызып жатыр. Бір ай күтеміз деді, кейін 42.500 теңгені автоматты түрде сіздерге аударамыз деді. Енді таныстарыңыздың арасында бар ма өтініш беріп алып үлгергендер? Мен білмедім, мен сұрап көрмедім, шыны керек. Үйде отырып, қалай қашықтан жұмыс істеуге болады? Билайнда бұған жақсы бір ұсыныс бар, ол Biflex жобасы. Бұл жұмыспен жеке өмірдің балансын сақтаудың жолы. Әр нәрседен позитив іздейік, әр дүниенің жақсы жағы бар. Жандарбек, енді сіз Астанада шенеуніктермен әр түрлі жиындарда жиі араласасыз, олардың мінездері қандай? Сізге қай мінез ұнайды, қай мінезі
ұнамайды, жек көресіз? Енді шенеуніктермен Шымкентше айтсақ шілей аттар болсын. Дегенмен де байқайтын шығарсыз енді, ақынсыз ғой. Той томалаққа келеді. Кейде бір отырыстарда, бейресми отырыстарда кездесіп қаламыз. Шыны керек, бейресми отырыстарға келген кезде өзінің лауазымды адам екенін ұмытып кететін қазақи кісілер де бар. Мен мәселен бір Бердібек Сапарбаев ағамды мысалға келтірейін. Ол кісі Шығыс Қазақстанның әкімі болып тұрған кезде Шығыс Қазақстан күндері өтті Астанада. Сөйтіп маған сол жерде бір арнап айтылса деген өтініш білдірді. Бірақ біз тойға барған кезде, я болмаса бір басқа бір отырыстарға барған кезде, жалпы қазақи дүниені бір сәті келген кезде жібермесеңіз, ол номерді кейде тыңдалмай қалады, кейде естілмей қалады деген сияқты болады ғой. Иә. Сөйтіп ұйымдастырушылар мені бірінші арнап айтуға жіберіпті да, сценарий бойынша. Аласапыран бір шенеунікке отыр, бір шенеунік тұрып жатыр, оператордай жүгіріп жүр. Сол кезде Бердібек ағамыз барлығын отырғызып, өзінің қарсы алдында тұрған операторды сен былай тұр, мен арнауды тыңдауым керекпін. Мен қазір жұмыс бәрін өшіріңдерші, мен домбыраны, қазақтың ақындарын тыңдайыншы деп, барлығын сол жерде тып-тыныш шығып отырғызып қойған. Әйтпесе лауазыммен мақтанатын болса, қызметтік беделмен мақтанатын болса, сол кісі мақтанса болатын еді деп ойлаймын да. Сондай бір қазақилығына риза болдым. Қандай мінездерін ұнатпайсыз кей шенеуніктердің? Амандасқанда теріс қарап тұратын мінездерін ұнатпаймын. Я, енді Жандарбек, жаңасы өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, арнау айтамын деп. Сол арнауды шын көңілден айтасыз ба, әлде қаражат төлегеннен кейін жұмыс деп қабылдайсыз ба? Енді мұқият тыңдап тұрған адам болса, шын көңілден айтасыз ғой. Жаңағындай кісілер мысалы, тынышталыңдар, мына ақын жігіт келіп қалыпты, оператор сен былай тұршы, сендер отырыңдаршы, мен мазаламаңдаршы деген адамға қалай шын көңілден айтпайсыз енді? Ал енді біз саған ақшаңды төлегенбіз, сен айтуың керексің деген адамдарға шыны керек, ол өнер сатылмайды, өнер бағаланады дейді ғой. Я, енді қазір елдің жағдайына байланысты, карантинге байланысты қандай да бір өлең шумақтар ойыңызға келіп жатыр ма? Біз сізді мұқият тыңдауға дайынбыз. Өлең жазатындай болып жатқан жоқ па енді? Дегенмен де. Ана Мұқағали ағамыздың айтатыны бар еді, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең шіркін тулайды қайшылықта деп. Ол бір эмоция тасып жатқан кезде, бір аласапыран, бір қызу тіршіліктің ортасында жүрген кезде шығатын дүние болмаса, өзі бір бөлмеге қамалып, қазан ошақтың басында отырған адамның керемет шедеврде шыға бермейді екен. Бірақ әлемде бар екен. Мен блогер Өркен Кенжебектің бір бағдарламасын көрдім. Неше түрлі әлемдік классикалар осы карантиннің кезінде туған сәттерде бар екен да. Білмеймін, олардың бәлкім мен сияқты төрт баласы болмаған шығар ол жазушылардың. Тыңдап көрейін. Бір ауыз халыққа жылы лебізімді өлеңмен жеткізейін. Вирус кеп дүрліктірді бәрін елдің, көкесі осы болды әбігердің. Аурудың арқасында біліп қалдық қадірін ұстаздар мен дәрігердің. Жаратқан бізге нұрын құйып тұрсын. Алашты тек бірлікпен жиып тұрсын. Ел аман жұрт тыныш болып әрқашанда дұшпандар бізге басын иіп тұрсын. Көп тудың арасынан әлемдегі көк тудың мәртебесі биік тұрсын. Керемет, тамаша, тамаша. Рахмет, Жандарбек. Енді жаңа өзіңіз жөндеу жұмыстары деп қалдыңыз ғой. Қазір ата-анаңызға үй салып жатқанын білеміз Талдықорған қаласында. Солай ғой? Иә. Енді бұл сіздің бір перзенттік парызыңыздың бірі ғой. Дегенмен де осы ата-анаңызға әлі де осындай бір жақсылық жасап қалсам екен деген бір ойларыңыз бар ма? Не істегіңіз келеді жалпы? Қандай сый құрмет көрсеткіңіз келеді? Биыл әкем 60-қа толды айда. Құтты болсын, құтты болсын. Мынандай кезде тойлатудың өзі де әбестік қой. Сондықтан қазір сабыр сақтап отырмыз. Мен сол жоспарлағанмын. Осы 60 жылдыққа дейін осы үйді бітіріп, өзім алла қаласа кілтін ата-анама табыстасам деп. Кең сарайда үйде тұрып, солардың мамыражай өмір сүріп жатқанын көру кез келген перзенттің бір бақыты деп ойлаймын. Бізді өсірді, жетілдірді, сондықтан бір перзенттік борышымыз ретінде қазір соған жұмылып жатырмыз. Кеше сізге сұхбат бере алмаған, сол қолымда күрек, құрылыстың басы қасында шаң-шаң болып тұрғам.
шашымды қайырып әдемі болған түрім Қазір енді. әдемі болып отырсыз енді. Жақсы, Жандарбек, енді барлық ойлаған мақсаттарыңыз жүзеге асып, ата-анаңызды, әкеңізді тамаша бір хан сарайында үйге кіргізе беріңіз бұйыртса. 31 арнада бір жұлдыздардың үйінің есігін қағып бір мазалайтын сәттеріңіз бар еді ғой бір. Иә. Біз келеміз ондай болса, сіз күтеміз. Күтеміз. Иә. Жақсы күндерде жолығайық, Жандарбек, аманшылық болсын. Рахмет сұхбатқа келіскеніңізге. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Ал қазір аздаған жарнамадан соң эфирге әріптесім Наталья Райым карантинде шашын тақырға алып тастаған әншімен онлайн байланысқа шығады. Арнамыздан ауыспаңыздар. Добрый день! В эфире 31 канала программа «Беремес Демес». Ежедневно в будни мы вдохновляем, помогаем не скучать и делаем это с радостью. И все для того, чтобы вы оставались дома в период карантина. Я Наталья Райма, сегодня моя собеседница – невероятно позитивный человек, потомственный музыкант, преподаватель музыки, джазовая певица Ирен Аравина. Приветствую вас, Ирен. Здравствуйте, дорогие телезрители, здравствуйте, Наталья. Ирен, зная вас как человека, который проводит невероятно интересные ивенты, концерты, капустники, насколько вам комфортно сидеть дома? Вы знаете, очень комфортно. Мне вспомнилось то время, когда мы читали книги с родителями, со старшим братом, когда мы играли в настольные игры, когда мы музицировали, занимались какой-то научной даже деятельностью, то есть достались старые микроскопы, достались лото, книги, пьесы. Расскажите, Ирен, как проходил ваш обычный день до карантина и как сейчас? Какие-то ключевые моменты? Проснулся, позавтракал, в какое время ушел из дома, во сколько вернулся? Ну, поскольку у нас творческая профессия, у нас нет режима. Но у нас есть школа у младшей дочки. Конечно же, это вносит режим в общую жизнь семьи. Поэтому мы вставали рано, в 6 утра, отправляли дочку в школу. После этого начинали заниматься, соответственно, репетициями. Бежали кто в театр, кто на студию, кто на репетицию. Вот. И, в принципе, очень много каждый день разной совершенно деятельности было. Поскольку сегодня концерт, допустим, симфонической музыки, завтра у нас спектакль, допустим, в театре, послезавтра у нас вечер джазовой музыки. Соответственно, каждому событию надо готовиться обособленно, и информация, и энергия везде разная. Это очень интересно, это захватывало. Сейчас все сузилось до стен квартиры, но и в этих стенах, надо сказать, взросло очень много идей, очень много книг было написано в этих стенах, поэтому я как бы питаюсь энергией своих предков. Я занимаюсь со студентами актерско-режиссерского курса «Артишок» вокалом. Я занимаюсь сейчас в основном сведением своего нового альбома. Это наш совместный труд группы Jazz House, и мы записали как раз произведения, авторские аранжировки к спектаклям «Счастливо поют», «Зовите меня Джордж» и «Состояние танго». Вот это наша профессиональная деятельность сейчас, а в свободное время от нее мы достали лото, старые фотоальбомы, я связала уже шарфик. Есть у вас какой-то все-таки распорядок дня в изоляции? Допустим, сегодня вам надо написать лекцию для студентов или создать мелодию, свести звук. Насколько вы зависимы от вдохновения? На самом деле легче. Легче? Другое дело, что нет, допустим, такого момента, когда вдохновение должно приходить от партнера. Вот как, например, если ты хочешь что-то исполнить вместе с коллективом, то лучше это делать вместе с коллективом. А оторвавшись от него, можно порепетировать, можно прикинуть, но вложить в это душу этого контакта, который существует только в коллективе, в оркестре, в джазовом ансамбле, его нет, этого очень не хватает. Ирен, я наслышана про ваши капустники, да? В связи с новой современной тенденцией переходить в онлайн. Вы, случайно, капустники не перевели в онлайн? Нет, вы знаете, это очень сложно. И, честно говоря, уже давненько мы их не делали, поэтому хочется, конечно, возобновить. Поэтому
Ну, будем надеяться, что в скором времени соберемся все, покапустим. Как вы сейчас репетируете? Я знаю, что вы живете в доме композиторов, там и толще стены, но все-таки. Ну, вы правильно заметили, в нашем доме, в принципе, большинство жителей — это музыканты, композиторы. Айдос Сагатов, Мухамеджановы. а, Очень многие музицируют, даже посреди ночи бывает. Ваш быт в карантине, он какой? Вот кто отвечает за приготовление обеда? Кто отвечает за порядок? Вовлечена ли ваша младшая дочь вот в процесс бытовых дел? Конечно, обязательно. Готовит мой муж. Он прекрасно готовит, он еще и звукорежиссер хороший, и один из лучших режиссеров Алматы. Я очень горжусь им, очень люблю его профессиональный вкус, потому что благодаря ему я очень многому научилась, скажем, в слышании. И он прекрасно готовит. Ирен, я знаю, что ваша старшая дочь учится за границей. Как вы переживаете эту разлуку в такой непростой период? Каково ей сейчас быть не рядом с близкими? Мы каждый день списываемся, обмениваемся фотографиями, обмениваемся новостями. И она сейчас, конечно же, тоже закрыта в Берлине на карантин. Их определили на удаленку. Мы друг друга как можем поддерживаем, высылаем различные шутки, общаемся очень много. Поэтому очень-очень скучаем. Очень. Ирен, вы автор и создатель таких прекрасных театральных постановок, как «Счастливые поют», «Зовите меня Джордж». Не планируете ли вы новый спектакль после карантина? Ну и вдруг он будет называться, не знаю, там, «Карантин в городе», «Счастливые не боятся COVID-19». На самом деле я как бы являюсь созидателем, потому что у нас целая творческая группа создает эти концерты, точнее театральные концерты или музыкальные спектакли, поскольку каждый участник этих проектов — это уникальная личность, это талантливый актер, талантливый музыкант и супер талантливый режиссер, я имею в виду Галину Пьянову, которая как режиссер просто фантастически работает с группой, как с музыкантами, так и с актерами. Она со всеми находит именно тот язык, те слова, которые им нужно услышать. В период карантина учителям, школьникам и студентам Билайн дает бесплатный доступ к обучающим интернет-сайтам. Никакой дополнительной платы для всех клиентов Билайн. Ярко жить не запретишь. Ирен, перед вами же фортепиано. Может быть, вы какой-то маленький фрагмент нам сыграете, споете? Я могу спеть с удовольствием. Я вам спою What a wonderful world, как прекрасен этот мир. Замечательная советская песня, которая была переведена на английский язык и спета Луи Армстронгом. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark say good night. And I think to myself, what a wonderful world. А жизнь же действительно прекрасна. Конечно, в Я любом знаю, ее что ваша семья все очень востребованные в своей сфере специалисты. Ваш отец Юрий Петрович — легендарный музыковед. Ваш супруг Игорь — самый талантливый звукорежиссер. Вот как в одном доме в период карантина вы сосуществуете? Это же такая суперконцентрация талантов.
На самом деле таланты, которые друг друга дополняют, не споря. Это самая важная черта в сосуществовании, когда плюс к минусу подходит. Вот если бы все были звукорежиссерами или все были музыковедами, было бы очень сложно, вероятно. Ирен, насколько вы себя комфортно чувствуете в четырех стенах? Вот не хочется вам просто взять, изменить имидж, я не знаю, там, перебрать гардероб, вот какие-то такие вещи? Да, конечно, в первую очередь я изменила прическу. Это вот так вот. Раз. Вау, Вот. Мне здорово! очень нравится менять имидж, мне очень нравится менять парики, примерять какие-то новые цвета и смотреть новые формы. Поэтому меня все поздравили, вся семья меня поддержала и сказала: здорово. Так что мы обновляемся, обнуляемся. И нам всем очень комфортно, так веселей. Спасибо, Ирен, за позитив, за такой прекрасный разговор. Эти 10 минут действительно пролетели на прекрасной ноте. Я вам желаю творческих успехов и прощаюсь с вами. Ведь ярко жить действительно не запретишь. Я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Рекомендую сидеть дома и беречь себя и близких. Увидимся завтра на 31 канале.